Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Біз Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Таза Қазақстан бұл бір күндік қана акция емес, бұл әрбір қазақстандықтың әр күні жасау керек міндет екенін ескере отыра, Солтүстік Қазақстан облысындағы М.Қозыбаев университетінен осы челленджді қабыл алған болатынбыз. Және де біз бұл челленджді Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетіне жолдаймыз. Ну и, конечно же, сегодня все руководство, сотрудники, активисты нашего университета вышли и приняли участие в этой акции. Поехали!